Selam dostlar. Мен айтайын деген мынау өздеріңізге беретін шығарсыздар, мынау карантин кезіндегі мына 42.500 теңгенің жыры. Мен өзім 42.500-дің бірінші рет төлемін 8 апрель күні алдым. Енді айтты ғой, енді арасында бір ай болу керек, бір айдан кейін екінші төлемді аласыз деп. Содан кейін келесі төлемді енді 8 мамыр күні күттім. Бірақ өкінішке орай 8 мамыр күні менің картама түскен жоқ ол 42.500. Жарайды дедім, енді 1-2 күн там күте тұрайын, 1-2 күнде тағы түсіп қалатын шығар деп ойладым. 2 күн болды, 3 күн болды, 4 күн, бір жұма болды. Ешқандай бір тиын ақша түскен жоқ. Ал енді өзімнің кәсібімді тоқтатып қойдым. Ешқандай жұмыс істеген жоқпыз. Енді үкімет айтқан шыдай тұрыңдар, енді тоқтаңдар деген соң тоқтатып қойдық түгел. Бірақ енді бір жұмадан асып кетті, содан кейін енді іздей бастадым. 14-14, 14-11 колл-центрлеріне қоңырау шалдым. Қоңырау шалғанда 14-11 мына 42.500 теңге туралы жауап беріп отырған бір автобот болып шықты. Ол мен түсінгенімше, если мынандай бір сұрақтарың болса, мына 42.500 теңге алмасаңыздар, осындай электронный адреске, emailге 42.500 42.500 теңге @embek.kz осы почтаға хат жазыңдар деді. Жарайды дедік. Осы почтаға хат жазып жібердік. Екеуіне де біраз 1-2 күннен кейін хат келді. Сізге 42.500 теңге төлем тағайындалды. Сіз оны 8 апрель күні алдыңыз депті. Мен 8 апрель күні бірінші төлемді алғанымды білемін де. Ал мен жазғанда хатымда басқа сұрақ болатын. 42.500 теңгені екінші рет алған жоқпын. Қалай аламын? Неге маған төлемей жатыр деген сұрақтар болған. Бірақ менің сұрақтарыма жауап берген жоқ. Жарайды. Басқа да бір әдістеріне көштік. 42.500 сіздің сұрауыңыздың статус туралы деген неге кірдік. maigov.kz, соның және де басқа 42.500 деген телеграмда бір аккаунтқа кірдік. Сонда өзімнің емелімді жазып сұрақ жіберіп едім. Тағы да маған сізге 42.500 теңге төлем тағайындалды. Сіз оны 8 апрель күні алдыңыз деп тағы да сондай шықты. Сонымен енді қайда барамыз? Басқа да нелерді іздей бастадық біз, енді басқа әдістерді. Мына қалада тұратын әкімнің әлеуметтік жағдайлар туралы орынбасарына барып кездестім. Енді ол кісі маған ешқандай бір пайдалы зат айтқан жоқ, ешқандай. Күтіңіз, келеді, береді деген
Одан басқа ешқандай нәрсе айтқан жоқ. Сол міне бүгін 23 мамыр болды міне. Сол екінші 42.500 теңгеміз жоқ болды. Фейсбукке кіргенімде, Фейсбукте 42.500 теңге екінші рет алмағандар, екінші емес, кейбіреулерде даже бірінші рет алмағандар көп екен. Осындай сұрақтар көп екен. Ешкім сол өз сұрақтарына жауап таба алмай жүр. Жазамыз. Енді білмеймін, енді мен egov.kz арқылы мынау еңбек министрінің блогына жаздым. Содан кейін ақорда.kz арқылы біздің президентіміз Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлына осы хат жаздым, көмектесіңіз деп. Білмеймін, одан бері ешқандай маған жауап жоқ. Енді күте тұрам ба деп ойлаймын. Енді әділеттік орнайтын шығар деп ойлаймын. Енді бүгін 23-ші, енді екінші төлемдерді ана жолы біреулер айтты, 25 майға дейін екінші төлемдерді төлейді деп. Ал енді күтем, енді бүгін 23-ші, әлі 2 күн бар алдыда. Көреміз не болатынын. Сол күні бойы сол Каспий голдымызды ашып қараймыз, ақша түсті ме деп. Ақша түскен орнына сіз кредитіңізді төлеңіз, сіз коммуналдық төлемдеріңізді төлеңіз, электроэнергия, мынау қоқыс, суға, жылуға, КСК-ға төлеңіздер деген ғана нелерді, хабарламалар оқимыз. Каспий голдта. Ал енді 42.500 теңге түсті деген хабарлама біздің күткен жоқ. Сонымен күтеміз, көреміз. Енді келсе тағы да бір шығамыз енді эфирге, айтамын қалай екенін, не болғанын. Ал енді рахмет тыңдағандарыңызға. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар.